Мамырдың 6-сы Рамазан айы оразасының алғашқы күні, және осы күні Екібастұз әкімдігі ауызашар берді. Діни шараны Екібастұздың бас имамы ашты. Бүгін иншалла бірінші ораза күніміз басталған. Ораза айымыз бәрімізге мұбарак болсын. Алла тағаладан бәрімізге сауап жазсын иншалла. Кім ораза ұстап жүр, Алла ризалығы үшін, оларға Алладан өздеріне сауап болады. Кім ұстамай қалды, бірақ ниет болған болса, Алла субханала ниеттеріне сауап жазсын иншалла. Бас имамымыздың айтуынша, хадистер бойынша 3 жағдайда айтылған дұға міндетті түрде қабыл болады. Алдымен әкесінің баласына берген дұғасы, батасы, екіншіден біреуден зұлымдық көрген адамның дұғасы, және ораза ұстаған адамның ауызашардың алдында жасаған дұғасы. Осындай уағыз салауаттар айтылғасын ауыз ашылды. Намазхандар ақшам намазын оқуға аттанған кезде қалған жиналған қауымға өңіріміздің бүгінгі тынысы мен ораза жайлы фильм көрсетілді. Бұдан соң сөз билік басшысына берілді. Biz birlik восточный разрез промашканды әкімшілік бар. Бізге құдай ауылыша керемді. Қабылдап отыруына келгендеріңізге көп рахмет. Алғысымды айтамын. Енді әр үйде ғана жақсы болсын. Рамазан айы әр жанұяға шипа келсін. Рамазан айы бізде қаламызда жақсы өтіп, еліміз тыныш, жақсы болсын. Өңір басшысы мен мешіт имамымен бірге еңбек майданының батырлары Бөкен Қызарин атамыз бен Рышат Амбреновтер отырды. Бөкен атамыз сонау кеңес заманында социалистік еңбек ері атанса, Рышат ағамыз тәуелсіз Қазақстанымыздың еңбек ері. Ал ел ағалары осындай шараны ауызбіршілікпен өткізіп отырған әкімдік пен кәсіпорындарға өз алғыстарын білдірді. Алғашар мемлекеттер сол күні сауаптан болсын, өмірімізге артымызда өмірімізбен жақсы сөз жүрсін. Азаматтарымыз аман болсын, қайын нормалар достықтары бірінші сол елімізге қызмет етіп, еліміздің алғысын алып, еліміздің сауабына болған жасауын нәсіп етсін. Бұдан кейін де біраз ақсақалдарымыз жақсы сөздерін айтты. Барлығының тілегі еліміздегі бейбітшілік, ұстаған оразаның қабыл болуы. Діни шара ата-бабаларымызға Құран бағыштаумен аяқталды.